Алтын тамыр немесе қызғылт семізот, орысша атауы радиола розовая, ірі әрі жуан тамыры бар жасаң шөп тұқымдасының семізот туысына жататын көп жылдық шөп тектес өте бағалы дәрілік өсімдік. Кейбір тамырының салмағы 900 граммға дейін жетеді. Тамырының сырт жағы алтын түстес сарыда, ішкі жағы ақ түсті, кепкен кезде тамырының сынған жері ашық қызыл түсті болады. Тамырының сыртқы қабығын пышақпен ептеп аршса, мұрынға аңқыған хош иіс келеді. Ал сыртқы қабықтан кейінгі қабық лимон сияқты сары түсті болады. Бұл тек алтын тамырға ғана тән қасиет. Алтын тамыр 400 жылдан астам уақыттан бері халық медицинасында қолданылып келеді. Ол әсіресе Қытай медицинасында ертеден белгілі болған. Онда бұл өсімдіктің тамырын тауып келу үшін арнауы экспедициялар ұйымдастырылып отырған. Біздің еліміздің ғалымдары 1930 жылдан Алтай маңын мекендеген халықтарға белгілі осы дәрілік өсімдікті іздеп табу ісімен шұғылдана бастады. Соның нәтижесінде 1931 жылы Совет ғалымы Крылов бастаған экспедиция алтын тамырды Алтай тауларынан тапқан. Алтын тамыр 1961 жылдан бері ғылыми медицинада қолданылып, аз уақыттың ішінде ғана халық арасына кеңінен белгілі болған. Құрамында глюкозид, илік заттар, флавоноидтар, крахмал, органик, қышқылдар және эфир майы бар. Алтын тамырдың табиғи ареалы жылдан жылға азайып барады. Қазіргі кезде Алматы, Алтай ботаникалық бақтарында қолдан жерсіндірілуде. Алтын тамыр өте сирек кездесетін түр болғандықтан Қазақстанның қызыл кітабына енгізілген. Кірпияздығына орай кез келген жерде өсе бермейтін алтын тамырды ерте замандардан бері көп жағдайларда патшалар мен жоғары билік басындағылар жөнін тауып алдырып пайдаланып келген деген деректер бар. Осыған орай алтын тамыр патшалардың дәрісі немесе өлместің шөбі деген атау алған. Алтайлықтардың арасында алтын тамырды тапқан адам өмірінің соңғы күндеріне дейін дені сау, жолы ашық жүз жасайды деген наным-сенімде қалыптасқан. Алтайдың тұрғылықты халқы алтын тамырдың өсетін жерін бөгде көзден ерекше жасырған. 1950 жылдары Томск университетінің арнайы жасақталған экспедициясы Алтай тауларына арнайы сапарға шығады. Бірақ олар алтын тамырды таба алмайды. Бәлкім алтын тамырдың қалай өсетінін, қандай екенін білмеген ботаниктер таппаса алмаған болар. Жоғарыда атап өткенімдей, тек 1961 жылы ғана Ғылым академиясының Сібір бөлімшесіне қарасты биология институтының Крылов дейтін профессоры бастаған жасақ экспедиция Алтайдың теңіз деңгейінен 3000 метр биіктіктегі Балқарағай балқып өскен тұсынан алтын тамырды табады. Алтын тамыр мамыр-маусым айларында гүлдейді, шілдеде тұқым бере бастайды. Өз тұқымынан және вегетативті жолмен көбейеді. Халық медицинасында алтын тамыр шаршағанда, қан аздықта, асқазан дертіне, суық тигенде, ұйқысыздық басқанда, бел әлсіздігіне, баспа, бас ауруына, жүйке дертіне ем ретінде пайдаланылады. Алтай тауларынан әрі-бері көшкен малшы ағайындар қатты қажығанда алтын тамырды ұнтақтап, шәй етіп ішіп, көздері шырадай жанып, күшейіп шыға келеді. Тамырды ұсақтап, 1 литр суға оның 1 шай қасыққа жетер-жетпес бөлігін, яғни 5 грамын шығарып ішкен. Дәрілік шикізат ретінде тамыры жиналады. Дұрыс сақталса 2-3 жылға дейін шипалық қасиетін жоймайды. Алтын тамырдың құрамындағы экстракт ағзаның шыдамдылығын арттырады. Жүрек қан тамырлары жүйесін жақсартады. Жоғарғы жүйке жүйесінің ырғағына жағымды әсер етеді. Қан қысымын реттейді. Бірақ та оны орнымен қолданбаса, кейбір адамдардың қан қысымын арттырып та жіберетінін ұмытпау қажет. Алтын тамырдың емге қолданылатын негізгі бөлігі тамыры. Ұқыптылықпен қазып алғаннан кейін суға шайып байқасаңыз, тамырының алтын түстес жылтыраған сары қоңыр қабықпен қапталғанын көресіз. Тегі өсімдіктің алтын тамыр аталуы тамырының алтындай жарқырап тұруынан болса керек. Денеге түскен ауру қоздырғыш микробтарды жоятын без деп білсек, алтын тамырдың басқа дәрілік өсімдіктерден негізгі ерекшелігі осы бездің жұмысын күшейтетіндігінде, яғни адам денесінің ауруға қарсыласу қабілетін арттыратындығында.
Екінші қасиеті адамның жастық қуатының қалпына келуіне үлкен әсер етеді. Бұл тұрғыдан алғанда қазақ емшілері алтын тамырдың қасиеті күйек кезінде бұғы қазып жейтін марал тамырдан артық болмаса кем емес деген пікірді бұрыннан айтып келеді. Ол адамның ішкі дүниесіндегі, мысалы мидағы ісік, асқазандағы жара, тамырдың түйінделуі, әйелдердің жатыр ауруларының да бірден-бір емі. Сонымен қатар бүйректің жұмысын күшейтіп, қанның тазаруына септігін тигізеді. Алтын тамыр Алтай мен Тарбағатай тауларының таңдаулы жерінде ғана өседі. Кейінгі жылдардағы зерттеу жұмыстары семізөттің өсу аймағы едәуір тарылып кеткендігін көрсетіп отыр. Өйткені жергілікті жерлерде алтын тамырды жинаушылар көбейіп кеткен. Жалған құжатпен тау-тасты кезіп, дәрілік шөптер терген қытайларға өзіміздің ағайындар қосылады. Кірпияз өсімдік малдың тұяғы тисе, адам аяғы басса, ондай аумақтан да жылдам жоғалып кетеді. Ал ел байлығының нағыз жанашыры қазып алғаннан соң тамыр алынған жерге тұқымын сіңіріп кетуі тиіс. Біздің еліміздің табиғатының кереметтілігі соншалық, алтын тамырдың 11 түрі кездеседі. Бірақ оның ішінде жалғыз қызғылт семізөт түрінің ғана шипалық қасиеті бар. Қолыңызда осы бір қастерлі өсімдіктің тамыры бар болса, шай даярлауға кіріскенде 1 литр қайнаған суға ұсақталып ұнтақталған тамырдың 1 шай қасыққа толмаған шамасын салып, оны осы ыдыста 5-10 минуттай баяу жанған отта ұстайсыз. Шайды суытып барып, күніге тамақ алдында 15 минут бұрын 2-3 реттен сол стаканның 3-тен 2 шамасында 1 литр шай 2 күнге жететіндей етіп ішесіз. Бұндай емдік шайды 20 күн бойында үзбей ішкен жөн. Содан кейін 10 күн үзіліс жасап, тағы 20 күн ішесіз. 3-ші ретте де дәл солай. Ал спирттен жасалған тұнбаны қабылдау үшін біріншіден оны қабылдауды 1 тамшыдан бастау қажет. Жарты стакан суға 1 тамшы тұнба тамызасыз. Мұны тамақтың алдында 15 минут бұрын күніне 3 рет қайталаған жөн. Келесі күні 1 қабылдағанда 2 тамшыдан, күніне 6 тамшы. Осылайша бір жолы 10 тамшыға дейін жеткізесіз. Толық курсы 60 күн. Алтай тауларында өсетін алтын тамырдың қасиеттері басқа өңірдегіден қарағанда күштірек екендігін ғалымдар баяғыдан-ақ анықтаған. Адам ағзасына пайдасынан бөлек, ветеринария ғылымында арықтаған малдың өнімділігін арттыру, ат-көліктің жұмысқа қабілеттілігін күшейту үшін де қолданылады. Ғылыми зерттеулердің деректері бойынша дәрілік зат малға күш-қуат беріп, астың қорытылуын және организмдегі зат алмасу үдерісін жақсартады. Судағы тұнбасы 1:20-ға қатынасында жасалады. 1 литр суға 50 грамм майдаланған тамыр ұнтағы ертіліп 20-30 минут тұндырылады, бірақ сүзілмейді. Ірі малдарға 75-тен 100 мл-ге дейін, ұсақ малдарға 20-дан 30 мл шамасында мөлшерінде күніне 2 рет ауыз қуысы арқылы ішкізіледі. Тамырдың 3-5 грамм ұнтағы жемге араластырылып, сақа малдарға күніне 2 рет беріледі. Алтын тамыр асқазан мен жүйке ауруларын емдеуге де, сондай-ақ жатырдан кеткен қанды тоқтату үшін де қолданылады. Өсімдікті қайнатып, трахоманы да емдейді. Фармакологиялық зерттеулер бұл өсімдік тамырының денеге қуат беретін қасиетін толықтай анықтаған. Әсіресе ой еңбегімен айналысып шаршаған адамдардың еңбек ету қабілетін едәуір арттыратыны белгілі болды. Егер көңіл күйіңіз түсіп, мазаңыз кете бастаса, осы алтын тамырдан өзіңіз дәрі қолданып пайдалансаңыз болады. Ол үшін 50 грамм кептірілген тамыр ұнтағын жарты литр араққа салып, қараңғы жерге 15 тәулікке ұстайсыз. Сосын 10-15 тамшыдан тамақтан 20-30 минут бұрын 15 күн үзбей ішуге болады. 15 тәулік демалыстан кейін қайталайсыз. Сондай-ақ 20 грамм құрғақ тамырды 1 литр суда қайнатып, термосқа құйып 1 тәулік сақтайсыз. Күніне 2-3 рет 1 ас қасықтан ішіп тұру қажет. 15 күн демалыстан кейін қайтадан қайталауға болады. Сондай-ақ алтын тамырдың шайы да денсаулыққа пайдалы.
1 шай қасық ұнтақталған тамырды 1 литр суда 10 минут қайнату керек. Сосын 40 минут тұндырып, оны күніне 1 стаканнан 2 немесе 3 реттен 2 апта қабылдаған дұрыс. Алтын тамырдың шайы ағзаңыздың жасарып, қан айналымын жақсартуға, сергек болуға көмектеседі. Қорыта айтқанда, алтын тамыр әр отбасында үнемі үзілмей сақтаулы тұруы қажет. Ол физикалық қуатты арттырып, ағзаны жасартады. Ағзаның тынысын кеңейтіп, мидың жұмысын жақсартады. Жүйке жүйелеріне де пайдалы. Жалпы ағза мүшелерінің барлығына тигізер пайдасы көп. Бұл емдік қасиеті өте керемет өсімдікті дәріханалардан да табуға болады. Ақпарат сіздің пайдаңызға жараса, каналыма тіркеліп, пікір қалдыра кетуді ұмытпаңыз. Алайда, қандай да бір емдік шараларды қолданбас бұрын өзіңіздің жеке денсаулық жағдайыңызды ескеріп, міндетті түрде өзіңіздің жеке дәрігеріңізбен кеңесіңіз. Дендеріңіз сау болсын.